Сәлем достар, баршаңызға. Мен сіздермен Құралай. Сіздерге бүгін өте ерекше үлгіде чак-чак әзірлеуді көрсеткім келіп отыр. Дастарханның көркін беріп тұрады. Бұл чак-чактың ерекшелігі бантик тәріздес етіп жасадым. Екі бөліктен тұратын чак-чак тестасы екі түрлі, яғни менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерден де тура осылай шығады деп үміттенемін. Менің арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Шыны ыдысымызға шұңғылдау екі жұмыртқамыздың ағын алып, кішкене шым-шым тұз саламыз да жақсылап миксердің көмегімен әппақ пенка болғанша осылай араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Ары қарай екі жұмыртқамыздың сары бөлігін алып, тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған соң, достар, екі бөлікке бөліп аламыз. Міне, бір бөлігін алып қоямыз. Екінші бөлігіне ұнымызды електен міндетті түрде өткізу керек. Електен өткізіп, кішкене қасықтың ұшымен ас содасын саластыр. Ары қарай, достар, бір шай қасық какао ұнтағын салып, тестаны жақсылап елейміз. Екінші бөлігіне де тура солай жасаймыз. Ұнымызды електен өткізіп, ас содасын салып жіберіп жақсылап араластырамыз. Осындай сіздерден екі шарик шығу керек. Түп дөңгелек. Осы екі қамырымызды алып, жақсылап 10 минут тұндырып қойған соң елеуге кірісеміз. Жұқа етіп, екі бөлігінде бірдей қылып, қалыңдығы жұқа болу керек, жаямыз. Тура мен кесіп атқандай осылай ұзын соломка етіп кесесіздер. Бірін үстіне бірін қойып, тестамызды осылай шығады сіздерде де. Және осылай кескіндейміз. Осылай кескіндеп болған соң, ортасын қолдың көмегімен кішкене қысып жібереміз. Қызып тұрған майда алдын ала лезде жылдам қуырып аламыз. Румяный, сарғыш, золотистый түс болғанша. Міне қараңыздар, керемет болып шығады, достар. Балмен және сгущенкамен араластырып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын.